Құрметті көрермендер, бүгін біз Талдықорған қаласының орталығындамыз. Менің қасымда көше музыканты Сағындық ағамыз. Қалыңыз қалай аға? Алхамдулилля, алхамдулилля. Сізді білеміз, консерватория бітіргенсіз. Бір білуімше 3-4 аспапта ойнайсыз. Неге көшеде аға? Неге сіздің орныңыз сахнада емес пе? Мен сахнада болғанда, менің өзімде қазір соны көлігім болмай отыр. Мен бітіргеннің бәрі жаңып бітті. Мен өзім Алматыда консерватория бітіргем. И сондықтан бері қарай келгенде мен 93-те оны бітіргем. 93-те мен тамада болғам. Тамада болып істегенде бізде өзімізде 5 адам болғанбыз. Жан-жағында тойларда нелерді бәрін өткізетінбіз. Қалай түстіңіз аға сонда бұл? Біз өзіміз мысалы 2 қыз биші болған. Бір домбыра шертетін болған. Мен синтезатормен ойнайтынмын ол кезде. И бір тамада болған. Сонда көшеге шығу керек болды ма сонда ағасы келіп? Мен оны көшеге ойлаған жоқпын, мен көшеге шығамын деп. Содан кейін мүгедекшілікке алдым. Содан ба? Содан бері мен мысалы. Қандай аспапта ойнайсыз? Мен ылғи Шәмші Қалдайков. Гитара? Гитарамен соңын клавиатура, синтезатор, гармошка, аккордеон, пианино. Сондайлармен. Сонда бұл сіздің жұмысыңыз ғой сонда аға? Мына өзінің кәсіп болып отыр. Күндік табысыңыз жете ме аға? Иншалла. Ала қалаған бәрін. Мәдениет үйінен бір сізді көтермелеп, шақырып концерттерге. Ондай болған жоқ па? Ондай болған мүмкін емес әлі. Шақырса келесіз бе? Көруге болар еді. Бола ма? Болады. Сізді білеміз, көбісі тек қазақ әндерін орындайсыз, Шәмшінің әндерін. Енді бағалайтын болса олар. Мен бәрі өнерін көрсетем, Құдайға шүкір. Аллаға шүкір. Бұл халықтың таңдауы ма әлде сізде, әлде өзіңіздің таңдауыңыз ба? Халықтың таңдауы. Халықтың таңдауы ма? Қаншам бар репертуарыңызда? Менде әндерін 180 әнім бар. Өзіңізде ән жазасыз ба? Жоқ, мен өзім халықтың әні. Тек орындайсыз да? Иә, орындаймын. Құрметті көрермендер, осындай асыл азаматтарымызды, өнерлі азаматтарымызды қолдап, көтермелеп жүрген дұрыс болар. МС Сайлаубекте шығып жатыр мысалы. Солардан қарағанда осы азаматтарымыз өз еңбегімен көтерілген. Бір әніңізді тыңдап жіберсек, айтпақшысыз, электрик тағы қандай мамандықты бітіргенсіз? Мен өзім сварщик, электрик. Сосын? Тракторист. Электрден жақсы білесіз ғой? Электрик жақсы білемін мен. Оның дәлелі қазір сіздер көрсетем аға. Неңізді көрсетіп жіберсеңіз. Мынандай аппаратура. Соңғы мына жерден арадан зарядканы қосам. Зарядканы қосып, соңын аккумулятордан зарядканы маған байып. Мына жерде 2 аппаратура. Қоссаңыз аға. Bayanınızı basın.
баянмен ошо алгары тураны жалгап алайын деп, содан кийин дабыс кичине тартыраак чыгат.